Байғаниннің кең даласында туған, жастайынан спортты өмірінің мәніне айналдырған жан Сәрсен Айбар Тоянұлы. 1993 жылы Ноғайты ауылында дүниеге келіп, туған жердің топырағынан қуат алған ол, алғашқы қадамын Сағыз орта мектебінде бастаған. 2011 жылы дәл сол мектептің түлегі атанып, Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінде дене шынықтыру және спорт мамандығын игерді. Университет қабырғасынан шыққан соң өз түлеп ұшқан мектебіне қайта оралды. Бүгінде 50 жылдан астам тарихы бар Сағыз орта мектебінде дене шынықтыру пәнінің мұғалімі болып, 11 жыл бойы ұрпақ тәрбиелеу ісіне адал қызмет етіп келеді. Ол үшін ұстаздық жай мамандық емес, жүрек таңдауы, өйткені Айбар Тоянұлының өмірлік ұстанымы ұстаздық еттен жалықпас, үйретуден балаға. Айбар үшін спорт қозғалыс қана емес, өмірдің философиясы. Ол шәкірттерін тек жарысқа емес, өмірге дайындайды. Жігерге, намысқа, табандылыққа баулиды. Жастардың бойына салауатты өмір салтын сіңіріп, ұлттық құндылықтарды дәріптеуді өзінің азаматтық парызы санайды. Сол мақсатта шәкірттеріне қазақтың төл ойыны, бес асықты үйретіп, оларды дәлдікке, сабырлық пен зеректікке тәрбиелейді. Айбар Тоянұлы үшін ұлттық ойын тек спорт емес, тектіліктің тамыры, мәдениеттің айнасы. Ал оның кәсіби бағыты волейбол спорты. Жаттықтырушы ретінде талай чемпион тәрбиелеп, шәкірттерін аудандық, облыстық, республикалық деңгейге дейін жеткізді. Оның шәкірттері республика чемпиондары, спорт шеберлігіне үміткерлер, разрядты спортшылар. Бұл ұстаз еңбегінің жемісі, табандылықтың нәтижесі. Спорттағы жетістіктерімен қатар Айбар Тоянұлы мектептің рухани өмірінің де бел ортасында. Мұрагер ұлдар ұйымының жетекшісі ретінде жасөспірімдерді тәртіпке, намысқа, елге адал қызмет етуге баулиды. Ол әр баланың болашағында ұлттың үміті, елдің ертеңі бар екенін жақсы түсінеді. Бүгінгі ол ертеңгі әке, ертеңгі ел қорғаушысы дейді ол. Жеке өмірінде де Айбар спортпен тығыз байланыста. Волейбол мен гир спортының бірнеше дүркін жеңімпазы, асық атудан Қазақстан кубогының қола жүлдегері, спорт шеберлігіне үміткер және бірінші дәрежелі төреші. Еңбегі мемлекет тарапынан да жоғары бағаланған. Алтын сақа төсбелгісі мен түрлі министрліктердің, облыс әкімдігінің алғыс хаттары соның айғағы. Бос уақытында ол кітап оқуды жаны сүйеді. Кітап оның ой серігі, рухани ұстазы. Қазір Сәуле Досжанның Олимпиада чемпионы Жақсылық Үшкемпіровке арналған бір туар кітабын оқып жүр. Сол еңбектегі бір сөз Айбардың өмірлік ұстанымына айналған. 1980 жылы Мәскеу Олимпиадасында қазақтың атын әлемге танытып, Олимпиада чемпион атанған Жақсылық Үшкемпіровтің мына сөзі мені ауылдық жерде қызмет етіп, ауыл балаларының томағасын сыпырып, үлкен жетістіктерге жетелуге шабыттандырған болатын. Яғни, Жақсылық Үшкемпіровтің Қазақстанда 5000 ауыл болса, сол 5000 ауылды қазақтың 5000 жігіті шығып көтеріп жіберсе, одан артық бақыт бар ма деп, Қазақстанның тұңғыш президенті алдында айтқан сөзі мені үлкен мақсаттарға, армандарға жетелеген болатын.